Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін мен сіздерге өзімнің сыныбымда өткізетін менің отаным Қазақстан тақырыбындағы сынып сағатымен таныстыратын боламын. Каналға жазыла отырыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жас ұрпақты отан сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, бай қуатты ел екендігін мақтан етуге үйретіп, туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттырып, махаббат сезімін ояту. Ойларын жүйелі түрде жеткізе білу, шығармашылықпен жұмыс жасай отырып, қарым-қатынас дағдыларын дамыту болып табылады. Бұл сабаққа қажетті көрнекіліктер қима қағаздар, слайд, сызба, өте көп көрнекіліктің қажеті жоқ. Жұмыс түрі оқушылар топта жұмыс жасайтын болады. Ең алдымен оқушыларды топқа біріктіру мақсатында барлық сыныптағы оқушыларға қолдарына қима қағаздар тарату қажет. Тек жазуы бар оқушылар ортаға шығады. Ол ортаға шыққан оқушыларды сыныптың әр жеріне орналастыру қажет. Себебі бір-біріне кедергі болмайтындай. Ол оқушылардың қолында табиғат, қала, рәміз, тау, өзен, ұлт деген жазулар болады. Барлық оқушы жазылған сөздермен танысады. Таныс болғаннан кейін өзінің қолындағы суретті қарай отырып, қай топқа ол жатады, сол оқушының жанына барып бірігетін болады. Әр топта 4 оқушыдан бірігіп, орындарына жайғасады. Мысалға, міне өздеріңіз көріп отырғандай, бірінші топ ол табиғат тобы, яғни табиғат деген сөзді ұстап тұрған оқушының жанына ағаш, гүл, ара суреті бар оқушылар қосылады. Қала, Астана, Алматы, Шымкент, рәміздер, яғни еліміздің рәміздерін оқушылар міндетті түрде біледі. Олар елтаңба, ту, әнұран суретін ұстап тұрған оқушылар сол жазудың қасына барады. Келесі өзен, Есіл, Ертіс, Жайық өзендері, тау, Іле алатауы, Алтай тауы, Тарбағатай. Және де ұлттар, өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде бірнеше ұлттың суреті тұр. Сол суреттерді қарай отырып, ұлт сөзінің жанына қосылатын болады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, 25 оқушыға арналған қима қағаз берілген. Сол қима қағаз бойынша оқушылар 6 топқа 4-4-тен бөлінеді. Соңғы топта 5 оқушы болса болады. Сіздер әрине бұл жерде суреттерді, сөздерді өздеріңіздің сыныптарыңыздың жас ерекшелігіне сай ауыстырсаңыздар да болады. Оқушылар топқа отырғаннан кейін оқушыларға миға шабуыл өте қызықты түрде өтеді. Бұл жерде сергіту түрінде де өткізуге болады. Барлық оқушылардың назары мұғалімде болады, тыныштық сақталады. Мұғалім тақырыпқа сай бірнеше сұрақ қояды. Оқушы ол сұрақтың жауабы дұрыс деп ойласа, орнынан тұрады, қате деп ойласа, сол орында қалатын болады. Қате не дұрыс жауапты нақтылау мақсатында 1-2 оқушыдан әр сұрақтан кейін жауап алу қажет болады. Мысалға, мен өзім оқушыларымның жас ерекшелігіне сай мына сұрақтарды таңдап алып отырмын. Бірінші, менің отаным Қазақстан. Мұғалім, яғни осы сөйлемді айтқан кезде оқушылар орнынан тұрады. Бір оқушыдан немесе 2 оқушыдан неге сен орнынан тұрдың деп сұрау керек. Яғни оқушы айтады, әрине бұл дұрыс жауап. Менің отаным ол Қазақстан деген сияқты жауаптар алынатын болады. Екіншісі, Астана, Қазақстан Республикасының астанасы. Оқушылар тағы да орындарынан тұрады. Тағы да бірнеше басқа оқушылардан сұрайсыз. Яғни, неге сен орнынан тұрдың, неге отырмадың? Әрине, бұл дұрыс жауап, себебі Қазақстан Республикасының астанасы, Астана қаласы деп оқушы жауап беру қажет. Келесі, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. Оқушылар әрине орында қалу керек, бұл қате жауап. Сіз барып, бірнеше оқушыдан сұрасаңыз болады. Неге сен орында қалдың, неге тұрмадың? Яғни, ол оқушылар жауап береді. Біздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, ол еліміздің алғашқы президенті, қазіргі уақытта біздің президентіміз, ол Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев деген сияқты осы сұрақтарды қойып отырасыздар. Мысалға, Қазақстанның туында көк, сары 2 түс бар. Бүгін білім күні. Қазақстанның ұлттық валютасы доллар. Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан бізге көршілес елдер. Мен елімнің әнұранын жатқа айта аламын. Яғни ең соңғы сұрақта оқушылар барлық орындарынан тұрады. Тұрғаннан кейін барлық сынып оқушыларымен бірге әнұранды шырқау қажет болады. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін балаларды сергітіп алдық. Енді топтық жұмысқа назар аударамыз. Оқушылар топта
Мұғалім әр топтың атауын қояды, қажет болса қағазға шығарып топ ортасына қойып қоюға да болады, балалар ұмытып қалмас үшін. Берілген топ атауы бойынша әр оқушы не біледі, соны жеке жазады. 1 минут уақыт беріледі. Одан кейін уақыт өткен соң әр топқа сызба таратылады. Сол сызбаны оқушылар топпен бірге өздерінің жеке жазған ақпараттарын пайдалана отырып толтырулары қажет. Оған 1 немесе 2 минут уақыт беруге болады. Барлық топ жұмыстарын тақтаға іледі, мұғалім жазған жауаптарды ретімен оқиды. Оқушылар сол орындаған топты мақтап, мадақтап, яғни лайк көрсетіп отырады. Бұл жерде міне сұрақтарды тағы да мен оқушыларымның жас ерекшелігіне сай алып отырмын. Бірінші топқа Қазақстан Республикасының қалалары, Қазақстан Республикасының мерекелері, ұлттық киімдердің атаулары, ұлттық тағамдар қазақтың, отан туралы мақал-мәтел, ұлттық ойындар. Яғни әрбір топқа осындай жеке-жеке атаулар беріледі. Атау берілгеннен кейін әр оқушы өз орында жеке бірінші жазады. Одан кейін барлығы бірігіп топпен мына берілген сызбаның ішіне толтыратын болады. Толтырып болғаннан кейін әр топ өз жұмысын тақтаға іледі. Мұғалім берілген жауаптарды оқиды және сол жұмысты жасаған топқа барлық сыныптың оқушылары лайк көрсетіп, тамаша деп белгісін қойып отырады. Ең соңында сабаққа кері байланыс беру мақсатында не білдім, не ұнады деген 2 сұрақ қойылады. Осы бойынша оқушылар стикерге жауаптарын жазып, тақтаға іледі. Яғни бүгінгі сабақта мен не білдім, өзім қандай ақпаратты білдім, маған не ұнады, не істеген ұнады. Соған өз жауаптарын жазып, стикерге тақтаға ілетін болады. Сабақты осылай аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет, каналға жазыла отырыңыздар.